тілім қышып тұр да. Бірдеңе айтқым келіп тұр да. Қан басма болып тұр негізі. Бәрін көріп отқан шығарсың, Дария. Тиктокта кіріп қалсам, кәдімгідей қысқа дедім ғой, көріп алып деген. Таң атпай соны әңгіме қылған қалай болады екен деп қойдым енді. Вокруг бәрі зат қылып жатыр ғой, айтып жатыр ғой енді. Дариғаның күйеуінің интервью туралы да. Жоқ, мен ананы көріп бар ғой, қаным басыма шапты бар ғой. Еркек басымен қатын айтқан жоқ әлі. Негізі қатынның сол, қатын ғой, ренжіп сөйтіп интервьюді айтып сөйтетін да, елге жаятын да. Еркек басымен. В общем, Дариғаның күйеуі жаңағы интервьюдағы айтқан әңгімесімен отбасыда қандай рөлде болғанын көрсетіп тұр да. Еркектің рөлінде емес, өзі әйелдің рөлінде болғанын, әйел сияқты үйде жатып, жаңағыдай қатынның тауып келген ақшасына күн көріп, сөйтіп үйреніп қалған еркек екені сол интервьюда байқалып қалды да уже. Жертваның рөлінде тұр. В основном негізі жертваның рөлінде. Ажырасқаннан кейін әйел адам болады ғой, әйел адам ренжіп. Енді сондай ғой, әйел адам бәрін айтып тастау керек қой, сыртқа шығарып тастау керек қой. Әйелдің жаратылысы сондай ғой. Ана жерде Дариға Бадықова өзін еркек сияқты көрсетіп, оған 5 миллион теңге берген, еще жаңа не дейді? Үй қалдырған ба? Сондай бірдеңе екен. Үй қалдырған, еще 5 миллион берген. Мына жерде күйеуі әйелдің жертвасында тұрғанда екі әріптің басын қоса алмай, не айтып не қойған білмей деп отыр. Көрініп тұр, қатыны асыраған. Асырайтын адам кетіп қалғасын, не істерін білмей отырды. Негізі самбырлап, екі ортада болған әңгімені ел жұртқа, дүйім жұртқа шашатын ол негізі әйелдің жаратылысы ғой. Ер адамға ондай қасиет тән емес вообще. Ер адам ешқашан өйтіп жаңағыдай әйел адам құсап, самбыр-самбыр етіп камераның алдына микрофонды қойып алып, маған үйтті бүйтті деп жертваның рөліне кіріп, ол еркектікке вообще жатпайды негізінде. Ер адамдар барынша енді өзінің ер адамдық бір ұстамы болу керек қой, бір сабырлылығы деген сияқты да. Оның қасында әйелі өйтіп айтып отқан жоқ та, әйелі шығып өйтіп отқан жоқ та. Күйеуі сөйтіп жаңа киноның алдында әдейі жасаған сияқты. Чтоб халық Дариғаның киносына бармас үшін айтпақшы, кино шығарды ғой. Аты қандай еді жаңа киноның аты, Аяжан? Тоқыдай. Жаңа кім кино шығарды ғой, Дариға қазір көрсетіп отыр ғой барлығы. Ыстық-ұя. Киносы өте керемет деп жатыр, отзывтар жақсы. Барыңдар. Ерегескенде барыңдар. Әйелді әйел қолдамағанда кім қолдайды? Ерегескенде барыңдар киносына. Ыстық-ұя деген. Сол уже мен отрывоктарын тиктоктан былай көріп қалдым. Кеше барып келген адамдардан сұрадым қалай екен кино деп та. Мне кажется, сол кинода Дариға өзін көрсеткен сияқты, өзінің өмірін көрсеткен сияқты болып тұр да. Осы күнге дейін барлығын асырап, ауыр жүкті арқалап шаршаған әйелдің рөлінде болған екен. Көрініп тұр. Енді мен дым дей алмайын, потому что деген кәдім таланты бар Дариғаның. Тем более енді кеше киносын күшті алып шығарып жатыр ғой. Специально сол киносында жаңағыдай не болсын, хейт болсын, адамдар бармасын деп күйеуі әдейі сөйтіп не істеген сияқты, интервьюға шыққан сияқты. Енді ұят енді бар ғой. Жаңа соңғы айлары ақша бермей қалған екен кім Дариға. Екеуі ажырасып кетсе де, Дариға біразға дейін оған ақша беріп сөйтіп отқан екен. Дайнысқа тық қасық болып үйреніп қалған болып тұр ғой енді ол ер адамда. Ауырдың үстімен жеңілдің астымен жүріп үйреніп қалған ер адам сондай. Өмірімде ешкім мені бүйтіп атаған жоқ бар ғой, Асқар Жанова салат дейді. Вообще осы сіз 11 отырып қайда түсіме алмасын оқимын да. Салат несі? Не салатты айтып тұр десем, мен салта деп айтқысы келген шығар енді. Салатты жазып жібергеніңіз біртүрлі болды, походу соған қарағанда. Салатты қатты дайындайды сияқтысыз ғой да. Т деп етіңіз, салат деген сөзі қатты запомнить етіп қапты. 11 бітіріп мен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне түстім. Алматы қаласында оқыдым, ұлттық университетте. Халықаралық қатынастар мамандығында международные отношения ағылшын түрік тілінде оқыған болатынмын. Одан кейін бір жерде жұмыс жасадық қой, соған сай. Но по-любому душа ондай жұмысты қалаған жоқ та. Душам өнер деп тұр да. Мен де Дариға ұқсап өнерде ғана бақытты адаммын десем. Шынымен. Ақыр түбі сол өзіміздің душамыздың қалайтын жаққа қарай кетіп батырық қой. Мен әлі жанған жоқпын, күте тұрыңдар. Әлі жанатын уақытым келеді. Сізді кім деп айтады дейді. Салтанат апа деп айтады. Мен ешкімге өзімді мама деп үй деп айт демеймін. Себебі мына өмірде мама деп бір ғана адам айтасың. Мен енді өзім кезінде әжем айтып қалған ғой.
кемпір шалдың қолында өстім деп енді айттым ғой сендерге. Ата мен әжеме папа мама дедім де өз әке шешеме апа көке дедім. Сол үшін мен мама деген сөзді мысалы шама адам айта алмаймын. Сол себепті маған да мама деп айт, үйтіп айт, бүйтіп айт деп не істемейді екенім жоқ, апа деп айта бер дедім. Салтанат апа деп айтады. Бірақ соткасына контактіге мама 2 деп сақтап қойыпты мені өзі. Так былай айтқан кезде Салтанат апа деп айта бер деймін. Маған тек Айлара мама деп айтады ғой, иә? Солай, адамның өмірде бір рет мамасы, бір рет папасы болады негізі. Әрнені атауды өзінің атымен айтқан дұрыс деп ойлаймын өзім. Сендерде қалай екенін білмеймін енді. Біздерде ата орнымен, ене орнымен, мама орнымен. Ту, неге маған осы сұрақ қоясың, мен алар боламын сендерге жауап беремін деп. Как стать успешной, как вы, дейді, самодостаточной, дейді, да? Ну, на русском, да, я должна отвечать, давай тогда. Не обращай внимания никому, что бы они ни говорили. Они всегда будут тебя ненавидеть. Будут говорить, что ты стерва, что ты такая, не будешь никогда успешной. Да? Они все такие, да? Они хотят, чтобы ты вообще ничему не добилась. Да? Поэтому никого не слушай, никому не обращай внимания, только работай над собой. Ну, что тебя, например, интересует? Ну, например, хобби какой? Аяжан мен араңыз қалай дейді, араласасыз дейді. Өте алыс араласамыз, көрген кезде привет пока дейміз. Адамдар түсінбейді, тупойды. Қалай араласасыз дейді. Қызықсыңдар, иә? Апта сайын келгісі келгенде алып келеміз. Сабақ бітеді пятница күні. Сосын сабақтан шығардың алды, уже жазады. Пятница күні уже обедтен бастап жазады. Енеге мама деп айтуға көз қарасыңыз дейді. Менің айтқым келмейді, қиналам дейді. Мен енді көз қарасын мен өзіме келетін болсам, мен өзімнің енеме мама демек түгіл, өзімнің 9 ай 10 күн көтерген шешеме мама деп айта алмаймын, сөзін ашық айтайын. Мен айттым ғой өзім, кемпір шалдың қолында өсіп қалған баламын. Мен 6 жыл бойына кемпір шалдың қолында, сол екеуінің ортасында жатқан адаммын. Мен шешем 17-те болды, әкем 29-да болды, екеуі үйленген кезде. Сол үшін енді мен мамам өте жас болған үшін әжем көмектескен. Сол үшін мен әжеме атаға мама, папа деп кеткенде, өз әке шешеме апа көке деп кеткем. Енді өз анама мама демей тұрғанда, енді енеге барып мама деп айтсаң, өз шешең ренжиді ғой, 9 ай 10 күн құрсағында көтерген шешең. Так что, білмеймін енді, менің бұрынғы әжемнің тәрбиесі әркім өз орнында болу керек дейді. Әжемде кезінде келіндеріне мама деп вообще айтқызбаған, ене деп айтыңдар. Мен енемін, мама өмірде біреу ақ деген.